Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Allah Teala kelген qadamlarınızda savaptan, nurdan жазсын. İnşallah biz әр апта сайын дүйсенбі күні Құран тарихынан сабақтарымыз болып жатқан еді. Қазір иншалла 15 минут құптан намазының парызына дейін иншалла кішігірім дәрісіміз болады. Алдыңғы сабақта біз жалпы Құран кәрім қалай түсірілді соны айтқан едік. Қысқаша еске түсіріп өтейік. Құран кәрім жалпы түсу екі кезеңнен тұратын еді. Біріншісі тәнзил, екіншісі инзал. Бірінші инзал кезеңінде Құран кәрім Лаху Махфуздан бірінші қабат аспанға Бейтул Айзаға толығымен түсірілген еді қадір түнінде. Ал екінші тәнзил кезеңінде осы бірінші қабат аспаннан Бейтул Айзадан пайғамбарымызға 23 жылда Жәбірейіл періштенің дәнекерлігімен 23 жылда белгілі себептерге, уақиғаларға, жағдайларға байланысты бөлек-бөлек 23 жылда түскен еді. Енді иншалла бүгінгі дәрісімізде не үшін Құран кәрім пайғамбарымызға осылай бөліп-бөліп түсірілді? Соның хикметтері мен сырларын айтатын боламыз. Мысалы, бізге де ойлаймыз ғой, не үшін Құран кәрім толық түсіріле салмады? Мысалы, алдыңғы кітаптар, қазір тағы да айтамыз, Тәурат, Забур, Инжил болсын, бұлардың барлығы бір түнде түсірілген болатын. Ал пайғамбарымызға Құран кәрім не үшін 20 жылда бөліп-бөліп түсірілді? Соның себептері мен хикметтерін айтатын боламыз. Иншалла Аллах Тағала тілімізге жеңілдік берсін. Иншалла сіздерге де баршамызға пайдалы білімдер алсын. Жалпы енді бірінші себебі Құран аяттарының бөлек-бөлек 20 жылда түсірудің бірінші себебі пайғамбарымыздың жүрегіне тоқтау салып, оның жан дүниесіне бекіту, көңіліне қуаныш ұялату үшін. Құран кәрімде Фурқан сүресінің 32-33 аятында айтады: "Астағфирулла ва қалаллазина кафару", кәпірлер айтады дейді. "Лаула нузила алейхил Құрану джумлатан вахида", шіркін Мұхаммед пайғамбарға Құран бір ретте түседі деп. 20 жыл бөлек-бөлек емес, бір рет түсірілсе деп. "Казалика линусаббита биха фуадака варатталнау тартила", осылайша көкейіңе қондыру үшін оны анықтап оқыттық. Яғни пайғамбарымыз кәпірлер айтып отыр ғой. Олар кейде солай армандайды екен да, Құран кәрім бөлек-бөлек емес, бірден түсірсет деп. Бірақ Аллах Тағала жалғасын айтады, біз не үшін пайғамбарымызға бөлек-бөлек түсірдік дейді? Өйткені бірінші пайғамбарымыздың көкейіне қондыру үшін. Бірінші Аллах Тағала пайғамбарымыздың көкейіне жақсылап қондырған, пайғамбарымыз көкейіне жақсылап қондырғаннан кейін оны бізге үмметіне сахабаларына үйреткен болатын. Біріншісі осы пайғамбарымыздың көкейіне жақсылап қондыру үшін. Алдында да айттық, жалпы осы Құран аяттарының түсуінде бірінші пайғамбарымыз кейбір аят сүрелерді түсінде көретін. Яғни сол аятқа түсінден басып дайындалатын. Кейін пайғамбарымыз сол аятқа дайын болғаннан кейін, әбден түсінде көріп, көңілінде орныққаннан кейін, ояу кезінде Жәбірейіл періште келіп, ол аятты несейтін болған, пайғамбарымызға түсіретін болған. Ал екінші себебі сахабалардың көкейіне қонып тез жатталу үшін. Енді шынымен де мысалы қазір егер Құран кәрім 6000 аят, 6232 аят немесе 114 сүре бірден түсірілсе, сахабалардың оны бірден түсініп жаттап алуы қиын болатын еді. Мысалы қазіргі кезде қарилық оқығандарыңыз болуы мүмкін, немесе туыстарыңыз болуы мүмкін, 1-2 жыл, кейбір адамдар 4-5 жылдап Құран жаттаудың өзі, түсінуі былай емес, жаттаудың өзі сонша уақыт алады. Ал түсіну үшін өмір бойы оқу керек деп ойлаймын, айта аламын, Құран кәрімді толық түсіну үшін. Егер Құран кәрім осылай бір реттен түсірілсе, сахабалар оны түсінуі қиын болады, түсінуі былай тұрсын, жаттауы да қиын болып кетеді. Сол үшін сахабалардың көкейіне қонып, оларға түсінікті болу үшін де Аллах Тағала осылай Құран кәрімді пайғамбарымызға жеке-жеке бөліп-бөліп түсірген екен. Осыған қатысты Исра сүресінің 106 аятында: "Біз Құранды адамдарға тоқырап оқу үшін бөлімдерге айырып, аз-аздап түсірдік" дейді. Ал үшіншісі, Құран кәрімді осылай 20 жылда бөліп-бөліп түсірудің үшінші себебі, енді білесіздер, пайғамбарымыздан бұрынғы дәуірді жахилия дейді. Ал пайғамбарымыздың дәуірін асры сағдат дейді. Бақытты кезең дейді. Пайғамбарымыздың пайғамбарлық кезеңін одан бұрынғыны жахилия, надандық кезең дейді. Неге? Өйткені ол кездегі адамдар
надандық жайлап кеткен еді. Олардың кәдімгідей сүйектеріне сіңіп қалған әдеттері бар еді. Ал ол әдеттерді егер бірден тиіп тастаса, онда ол арабтарға көтере алмай қалатын еді. Енді хадис бар, адамдарға ақылының дәрежесі қандай, солай сөйлес дейді. Мысалы, бір адамға бір сөз айтсаң, ол екінші адамға олай айта алмайсың. Пайғамбарымыздың өзі үлкен адамдармен тұрып сөйлесетін болған, балалармен отырып сөйлесетін болған. Дәл сол сияқты әркімнің дәрежесіне қарай. Дәл сол сияқты Аллах тағала арабтардың сүйектеріне сіңіп қалған әдеттерді жаймен кетіру үшін осылай Құран аяттарын бөліп түсірген. Мысалы, арақ мәселесі. Білесіздер, арақтың харам болуы жайлы 3 аят бар. Біріншісі, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Адамдар сенен арақты және де құмардың үкімін сұрайды дейді. Сен ол адамдарға айт, осы арақ пен құмарда пайдалары да бар және зияндары да бар, бірақ олардың зияндары көбірек. Бірінші, осы Құран айтып келген. Яғни арақты бірден харам демеген, арақтың пайдалары бар, зияндары да бар, бірақ оның зияндары көбірек, сол үшін мейлінше алыстырыңдар деген сияқты аят келеді. Бұл бірінші аят. Осылай кейбір сахабалар арақты жайлап тастап тастады. Бұның зияндары көп екен, пайдаларынан қарағанда деп кейбір сахабалар тастап тастады. Адамдар жайлап дайындап жатыр Аллах Тағала. Кейін екінші аят біраз уақыттан кейін түседі. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ صَدَقَ лазим. Сендер не оқитындарында, былайша айтқан кезде мас күйлерінде намазға тұрмаңдар дейді. Бір сахаба Хазірет Омар көреді, және намазға тұрып Құран аяттарын қайта оқиды. Кейін осы нені пайғамбарымызға айтқан кезде осы аят түседі. Сендер мас болған күйлерінде намазға жоламаңдар. Яғни адамдар уже екінші этапқа келді. Басында зияндары көбірек деді, енді екіншісінде де намазға арақ ішіп келмеңдер деді. Былайша айтқан кезде күніне 5 уақыт намаз оқыса, былайша айтқан кезде бір күн бойы арақ ішпеуің керек қой. Егер арақ ішкен болса, масайып қаласың. Сол үшін жайлап дайындап жатыр мұсылмандар. Уже екінші этап. Не істеген кезде мас болған күйде намазға келмеңдер деп. Ал үшіншісінде не дейді? Уже Аллах Тағала ол арақ харам дейді. Осы арақтың өзі үш неге бөледі. Кейбір адамдар бұл нені істеп болады? Жаңағы арақтың пайдалары да бар ғой. Аллах Тағала Құранда айтты ғой дейді. Немесе тіпті кейбір адамдар бар, жаңағы деген жерін оқып алған, намазға жақындамаңдар деген. Ал бірақ соңын оқымағанда, жаңағы сендер мас болған күйде. Үшіншісі, осы арабтарын жаңағындай арақ ішу сияқты тіпті айтады, осы арақ харам екенін аят түскен кезде, үшінші аят Мединаның нелерінде кәдімгідей 3 күн бойы арақ сасып жатты дейді. Мысалы, жаңбыр жауған кезде сел ағады, сол сияқты көшелерден кәдімгідей төгілген арақ нелер аққан дейді. Сондай қатты арабтарда нелеріне сіңіп қалған. Енді төртіншісі, Құран аяттары әртүрлі жағдайларға, оқиғаларға байланысты. Мысалы, яһудилерге пайғамбарымыздан жаңағы рух жайлы, Зулқарнайн алейхиссалам жайлы, Яжуж-Мәжуж жайлы сұрақтар сұрайды мысалы. Осы сияқты кейбір мәселелерге жайлы Құран аяттары түскен. Бесіншісі, мүшриктердің, кәпірлердің айтқан күмәндары мен келтірген сұрақтарына оларға қарсы жауап беретін. Осыған байланысты керемет бір оқиға бар. Енді ол кезде білесіздер, Хазірет Омар әлі мұсылман болмаған. Мұсылман болмаған кезде пайғамбарымыз және Меккеде болған кезде Қағбаның қасына отырып, өзі Құран оқитын болған. Құран оқып отқан кезде жаңағы Хазірет Омар пайғамбарымыздың оқып жатқан Құранын естиді. Естігеннен кейін ол ішінен жаңағы өзің білетін құдайларына аңшып, жаңағы Латқа, Ұззаға аңшып, мынау жаңағы Мұхаммедтің өзінің ойынан шығарып алған нәрсесі деп ішінен ойлайды. Сол кезде пайғамбарымыз мына аят түседі. Пайғамбарымыз астағфирулла фала уқсиму бима тубсируна ва ма ла тубсирун иннаху лақаулу расулин карим. Мен сендердің көретіндеріңмен және көрмеген нәрселеріңмен ант ішемін. Бұл шынайы пайғамбардың сөзі дейді. Яғни Аллах Тағаланың шынайы пайғамбар айтқан сөзі дейді. Кейін сол кезде жаңағы Хазірет Омар ішін ойлайды, бұл бір ненің ақынның өлеңі дейді. Мұхаммед бұны ойынан құраса дейді. Сол кезде уәлә би қаули шаир қалилам ма туъминун. Бұл ешқандай ақынның сөзі емес дейді. Пайғамбарымыз оқып жатыр. Хазірет Омар анау Қаббаның арты жағынан тыңдап тұр. Хазірет Омар ойлады, мынау ақынның сөзі шығар онда деп. Сол кезде
қандай аят түсті пайғамбарымызға уәлә би қаули шари қалилан ма туъминун, бұл ешқандай да бір ақынның сөзі емес дейді. Сенген нәрсе не деген болмайтын нәрсеге, болмай қалған нәрсеге сенесің дейді. Кейін сол кезде Хазірет Омар тағы ішінен ойлайды, онда бұл бір бақсы балгер шығар дейді да. Сол кезде уәлә би қаули кахин, онда бұл ешқандай бақсы балгердің сөзі емес, қалилан ма тазаккарун, сенің ойың не деген таяз деп. Дәл осы сияқты кейбір мүшриктердің қойған сұрақтарына қарсы жауап ретінде де Құран аяттары осылай уақыт-уақытымен түскен. Және де ең соңғысы Құран кәрімнің осылай аяттары жеке-жеке түссе де пайғамбарымыз әр Құран кәрім аят түскен кезде алдына да айттық, уахи катиптері деген болған, уахи жазатын сахабалар, Хазірет Муауия сияқты, соларды жинап алып, соларға жаздыратын болған. Маған осы аят түсті, аят айтады, кейін осы аятты, осы сүренің осы арасына қойыңдар деген сияқты барлық нені сахабаларын жаздырып отырған. Иншалла Аллах тағала естігендерімізді амал өтуге нәсіп етсін, баршамызға пайдалы білімдер қылсын. Енді келесі сабағымызда Құран кәрімнің алғаш және соңғы түскен аяттарын айтатын боламыз. Немесе қазір айта салайық қысқаша. Жалпы Құран кәрімнің алғаш түскен аяты Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты, білесіздер баршаңыз, иқра бисми раббикаллази халақ деп оқылатын. Бірақ кейбір ғалымдар болған Муддассир сүресі деп, кейбір ғалымдар болған жаңағы Фатиха сүресі деп. Бірақ көпшілік ғалымдардың айтуы бойынша жалпы пайғамбарлар екіге бөлінеді, нәби, расул деп. Біріншісі нәби деген пайғамбар, ал расул деген елшілік. Пайғамбарымызға пайғамбарлық осы Алақ сүресінің алғашқы 5 аят түсуімен пайғамбарлық берілді. Ал екінші расулдық, яғни елшілік Муддассир сүресі арқылы. Пайғамбарымызға жаңағы Алақ сүресі түсіріледі, пайғамбарымыз Хира үңгірінде. Кейін пайғамбарымыз Хира үңгірінен түсіп, жаңағы Хадиша анамыздың үйіне келе жатқан кезде жолда екінші ретінде осы Муддассир сүресі түседі. Я юхал муддассир құм фаандир, ей жамылушы, орнынан тұр деп. Пайғамбарымыз Хадиша анамыз үйіне келгеннен кейін Хадиша анамызға менің үстімді бүркеңдер дейді, менің үстімді жапшы дейді. Сол кезде Хадиша анамыз сұраған кезде осылай маған бір періште келді, маған жаңағы осындай аят түсірді, пайғамбарсың деп жатыр деп, пайғамбарымыз қатты дірілдейді. Сол кезде Хадиша анамызға үстін бүрке дейді. Сол кезде Жәбірил періште келіп тағы да осы Муддассир сүресін түсіреді. Я юхал муддассир құм фаандир, ей жамылушы, орнынан тұр, адамдарға ескерт деп, осы Муддассир сүресі арқылы пайғамбарымызға елшілік қызметі табысталды. Ал Құран кәрімнің ең алғаш түскен толық сүре ретінде түскені ол Фатиха сүресі. Мысалы, жаңағы бірінші Алақ сүресі толық түспеген, оның алғашқы 5 аят түскен. Кейін екінші Муддассир сүресінің алғашқы 4 аят түскен. Ал Фатиха сүресі ең алғаш толық түскен сүре. Ал ең соңғы түскен аят болса, ол Бақара сүресінің 281 аяты. Ал ең соңғы түскен сүре болса, ол біздің Наср сүресі. 114, 13, 12, 11, 110 сүре. Наср сүресі, кейін Таббат сүресі, кейін Иқлас, Фалақ, Нас деген сияқты. Предпоследний 5 сүре. Осы Наср сүресі ең соңғы түскен сүре. Ең алғашқы түскен сүре Фатиха сүресі, ең соңғы түскен сүре Наср сүресі. Бұл сүремен. Ал аяттардан ең алғашқы түскен аят ол Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты, ал ең соңғы түскен аят болса Бақара сүресінің 281 аят екен. Иншалла Аллах тағала осы естігендерімізді амал етуді нәсіп етсін, баршамызға пайдалы білім қылсын. Иншалла келесі сабақтарымызда Құран кәрім қалай жазылды, ол қалай жинақталды. Пайғамбарымыз қайтыс болған кезде Құран кәрім болмаған, толықтай кітап ретінде жинақталмаған. Ол Хазірет Әбу Бәкірдің кезінде, Хазірет Осман радиаллаху анхуның кезінде жинақталған. Иншалла келесі сабақтарымызда соны айтатын боламыз. Кейін тағы бір не айтсақ, біз сабақтарымызды ақшамнан кейін қылсақ қалай қарайсыздар? Біз не үшін құптаннан кейін қыламыз? Өйткені ең көп адам осы құптаннан кейін жиналады. Осы дәрісті қойымыздың себебі сіздер үшін. Өйткені біз мысалы өзіміз кітап оқып отыра берсек те болады, бірақ сіздерге біраз пайдалы болсын деп құптаннан кейін қойып жатырмыз. Неге? Өйткені ең көп жамағат осы құптаннан кейін жиналады. Бірақ енді құптаннан кейін көп адам жаңағы жұмыста болады, шаршайсыздар. Сол үшін ақшам намазынан кейін қояйық десек, адам таппай қаламыз да. Біздің негізгі мақсатымыз жамағатқа кішкентай болса да бір пайдалы жеткізу, Құран жайлы, пайғамбарымыз өмірі жайлы кішігірім пайдалы беру. Сол үшін сіздерден бір не істесек, егер ақшам намаздан кейін қылсақ, ақшам намаздан кейін келе аласыздар ма? Енді 8:30-да, 8:40-та ақшам намазы бітеді. Енді қыста мысалы 7-те болған кезде бәріңіз келіп жүрдіңіздер. Шынымен ниеттеріңізге келе аласыздар. Не дейсіздер? Ақшам намаздан кейін. Келеді адам, келеді емес. Оқу аламын. Например, мына жерде отырған 90%-ті сабақты естіген жоқ.
парызды мойнынан түсіруге керек. Мгм. Кешкі жақта не жарты сағат сабақ өткізеді, одан кейін нетеді, даже бір сағат. Каждыйында жанұясы бар ғой өзі. Жоқ, мен сабақты 15 минут қана қоямын сол үшін. Азан оқылады, негізі 10 минуттан кейін қоятын. Бірақ мен 15 минут қоямын. Енді тоже түсінемін да. Немесе онда келесі апта қойып көрейік. Шамнан егер ешкім болмаса, онда құптан кейін жалғастыра береміз. Бірақ 15 минут. 25 кетті. Сіздердің де уақыттарыңыз алғым келмейді. Иншалла Аллах тағала естігендеріміз аман нәсіп етсін. Иншалла. Жақсы, парызға бастайық.